Bir күні Омар радиаллаху анхудың кезінде бір шебер жігіт келеді ғой, шебер жігіт. Сөйтеді де, инені лақтырып жібереді де, жіпті лақтырып жібереді. Екінші инені лақтырып жібереді, жіпті лақтырып жібереді. Инелерді лақтыра береді де, бір жіпті лақтырады. Сол жіп 5-6 иненің ішіне бірден кіреді ғой. Инені бұлай зорға кіргіземіз ғой, жаңағы орекенің мынау фонаригіне ұқсаған фонарикке апарып жақындатып. Анау кәдімгі инені лақтыра береді де, жіпті кіргізеді ғой, бұлай кәдімгі лақтырып жіберіп кіргізеді. Омар радиаллаху анху ананың өнеріне риза болады ғой, таң қалады ғой. Мынаған дейді, 80 алтын ақша беріңдер дейді. Сөйтіңдерді артын жалаңаштап 80 дүре соғып жіберіңдер дейді. Анау түсінбей қалады. Алтын ақшаға ғой ризамын дейді. Анау дүре не үшін дейді. Сөйтіп айтып, алтын ақша дейді. Сен дейді, ешкімде жоқ өнерлі адам болғаның үшін дейді. Өнеріңді бағалаймыз біз сенің дейді. Дүре ше дейді. Ешқандай пайдасыз өнер болған үшін дейді. Кімге керек бар оны дейді, лақтырып ине тығып өйтіп ойнағаның дейді. Өнердің өзін біз пайдалы өнерге не қылуымыз керек.